Ассалаумағалейкум барша дірімлігі сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Жұма мүбәрәк болсын. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Әрбір видеомызды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Достар, осы видеодан 100 лайк санын жинасаңыздар, келесі видеомды тезірек шығаратын боламын. Өткен видеомда мен Неймар мен Хакимиді дамытқан едім. Осы видеомда Казимиро мен Бруно Фернандешті дамытатын боламын. Тек сіздерден қолдау күтемін. Олай болса мен көп созбай бастайын. Кеттік достар. Years later. Міне достар, біз Бруно Фернандеш мен Казимироны дамытып қойдық. Енді өткен видеода мен Неймар мен Хакимиді дамытқан болатын, және де Квадрадо мен Абамеянгты дамытқан болатын. Енді осыларға бір тест ретінде, яғни бір матч ойнап жүрсем жақсы болар еді. Қазір бір схема таңдап алайын. Ойыншыларға тест ретінде бір қандай ойыншы екенін көретіндей. Қазір бұл жерге мен қазір алдымен Бруно Фернандешті қояйын. Одан кейін Неймарды қоям. Неймар осы жерге тұрсын. Одан кейін шабуыл шебіне Абамеянгты қояйық. Абамеянг қайдасың? Таппай жатырмын қазір. Міне тұр екен. Онымен бірге енді
Қазір Лукаку олд карточка болып қалды ғой, рейтингі өте түсіп қалды, 80-ге бірақ түсті бұның рейтингі. Так, мына жерде енді Квадрадоны қайда қоямыз? Квадрадоға. Мына флангқа қойып қойық, енді қалай ойнайды екен көрейік. Міне Каземиро достар. Негізі мен бұндай составпен емес, Реалдың составымен ойнағым келіп отыр, негізі бар ғой. Менде Реалдың составы шығады. Мына жерде Варан, бұрынғы ойнаған ойыншылармен қосқанда. Мына жерге Кейлер Навасты қойып қоям. Аңыз қақпашы. Рюдигер бар, Варан, левый защитаға, яғни сол жақ қорғаушыға, сол жақ қапталда қорғанысқа Тео Эрнандес. Реал фандары білет деген ойдамын. Бұл Тео Эрнандес бұрын Реалды ойнап кеткен. Және де шабуыл шебіне Роналду мен Бенземаны қойсам қалай болады? Осы екеуін қойсам, мұнда Неймар тұра берсе, Каземиро тұра берсін. Мұнан ауыстырып тастайық. Энголо Кантенің орнына Модричті қойық. Және де менде мұнда Тони Кросс бар. Тони Кроссты да қоюға болады, бірақ мына ойыншыларға маған тест жасау керек. Так, Бруно Фернандеш жақсы дамыды деген ойдамын. Скорость 100-ге жетпей қалды, жылдамдығы. Өкінішті әрине. Каземиро да жақсы дамыды деген ойдамын. Енді осы ойыншылармен бір тест жасайын, көп созбай. Dream League Live. Мен қазір екінші орында жүр екенмін. Көп болды ойнамағалы. Так, біздің қарсыласымыз әлсіз екен. Әлсіздеу енді. Ойынын көреміз енді. Соңғы матчта мен тең ойынмен тарқасыппын. Ал матчымыз басталды. Түскі сағат 1. Ауа райы 26 градус жылы екен. Менің құрамым таныстырып жатыр, және қарсыластың құрамы. Так, топ басталды. Матч басталды. Топты ойынға қостық. Рюдигер, Варан. Рюдигерге пас. Рюдигер алға қарай асыру керек. Және асырды. Бензема жақсы соққы бағытта, және де гол достар. Есеп 1-0. Матч басталмай жатып Бензема 9-қа тоғытып жіберді топты. Өте керемет. Қарсылас кішкене тайсалып қалған сияқты, бізден артқа қарай қайтып ойнайды енді. Упамекано, Сако дейді. Альба, Индияе. Так, бұл жерде Хакими де Реалды ойнап кеткен ойыншы, білесіздер өздеріңіз. Бұл жерде Бензема. Роналдуға пас берейін деп едім. Өте әлсіз пас болды. Бруно Фернандеш. Так, бұл жерде Каземиро алыстан тебе салатыны бар еді. Бұл ойыншының соққы, және де қақпадан сәл ғана қисып кетті достар. Сәл ғана дәлдік жетіспей қалды. Так, бұл жерде Бензема допқа жете алмай жатыр. Неймар қайда? Неймардың рейтингі көтерілді. Бір рейтинг болсын. Көтерілген қатты қалап едім. Каземиро. Роналду соққы, бірақ қақпа бағанасына тиіп кері серпілді. Бұл жерде менің қателігім болды. Топ қайтып келдік деп ойламадым мен. Так. Бұл жерде Сакодан допты алу керек бізге. Мына жақта Неймар. Так. Қаптал бос қалды ғой жігіттер. Тео Эрнандес Решфордқа қарсы. Тео жақсы қорғана білді. Бұл жерде қателік енді. Рюдигердің өрескел қателігі. Неймар соңғыла пастарды беруші еді. Топтан айырылып қалды. Қарсылас жақсы ойнап жатыр жалпы. Ойыны жақсы екен. Роналдуға пас. Енді Роналду тебе салу керек шығар. Осы жерден кішкене жақындап барып тебейін, және есеп 2-0. Есепті 2-0-ге дейін еселедік. Роналду, Бенземаның тамаша пасы. Роналдудың голы міне сол аяқпен бағыттап, сол аяқпен салған екен. Қарсылас соңына дейін ойнайтын сияқты. Классен. Так, бұл жерде пас өтпей қалды. Джуниорды өткізбеу керек. Навас бірінші жете қояды топқа. Жақсы. Хакими алға қарай асырамыз. Неймар топқа жете алмады. Пас нашар болды өте. Так, мына жерде өткізбеу керек. Джуниорды, Винисиусты өткізбеу керек. Бұл жерде Навас тамаша қырағылық танытты достар. Сәл болмағанда гол салып кете жаздадым. Қорғаушылардың салғырттығының кесірінен. Бұл жерде енді Рюдигер жақсы алып шықтың. Бірінші таймымыз бітіп, екінші таймымыз басталып жатыр. Есеп 2-0 достар. Тареми, Классенің допты тартып алуымыз керек. Жесус Навас.
Бұл жерде Кейлар Навас бірінші жетті допқа. Рюдигер алға қарай керемет пастар асырушы еді. Бұл жігіт Неймарға асырған пас. Неймар тамаша. Роналду, Бензема, Роналдуға пас. Бірақ бұл жерде Банучи тасқамал қорғаушы треп тастады, өткізбеді. Бұл жерде Тео Эрнандестің жылдамдығы өте керемет еді, бірақ та Казимиро келіп үлгерді достар. Так, мына жерде Бенземаға асырған пас. Бензема, бірақ негізі Роналду бару керек еді ана жерде. Неймарды көре алмай жатыр мен шабуыл шебінен. Жоқ болып біткен сияқты Неймар. Бруно Фернандеш те жоқ. Қайда? Модрич қырағылық танытып жатыр. Бенземаға асырған пас. Бензема алыстан бағыттаған соққы, 9-қа топ бете қалды доп достар. Есеп 3-0. Аламызда Абамеянгты шығаратын боламыз Бенземаның орнына. Бұл ойыншы да мықты ойыншы. Қазір рейтингі 79-ға түсіп қалған. Мен алып үлгердім. Так, бұл жерде Роналду топқа жете ала ма? Жете алған жоқ. Смит деген ойыншы. Дибала. Енді бұл ойыншы енді қалдыра салу керек. Мына жерде кім? Жуниор Винисиус. Есеп 4-0. 83-ші минут. Так, Банучи. Енді бір гол салып тастасақ, Абамеянгпен потолок болар еді. Так, Казимиро. Болмады мынау. 2 минут қосқан екен. Кейлар Навас топты ойынға қосады. Канцелу. Жуниор. Тамаша сытылып шықты. Жуниор қапталдан сытылып шықты. Және де пас беру керек, бірақ өте кешіктіріп алдым. Ертерек пас беру керек. Модричтің асырған пасы. Бұл жерде Рюдигер бірінші жету керек. Соққы бағыттады. Бірақ та Лайнис деген қақпашы өз орнында. Соққы әлсіздеу болды. Осымен екінші таймымыз аяқталды. Жалпы матч аяқталды. Есеп 4-0. Осындай видеолар ұнаса аямай лайкты басып жіберіңіздер достар. Сіздердің қолдауларыңыз маған әрдайым көмек болатын болады. Келесі кездескенше сау, саламатта болайық.